адам ақылымен иманға жеткен кезде, енді ол иман не деп қарайтын болсақ дінімізде, иман ол тек қана Аллаға сеніп емес екен. Пайғамбар айтады: әл иману бидуун ва ситтуна ау сабуна шуба. Иман 60-тан немесе 70-тен астам бөліктен, компоненттерден тұрады дейді. Адам ақылымен иманға жеткен кезде, енді ол иман не деп қарайтын болсақ дінімізде, иман ол тек қана Аллаға сеніп емес екен. Өйткені пайғамбар не дейді? Афдалуха ва а'лаха ла илаха иллаллах. Дұрыс, бір Аллаға сендік. Онымен иманымыз бітпейді екен. Имататул аза ани тариқ. Жолда біреуге зиян тигізетін нәрсені алып тастау да иманнан дейді пайғамбар. Қара, уже қоғамдық қатынастар кетті. Басқа адамдарға зиянды тигізбеу де иманның көрсеткіші. Әл-хаяу минал иман. Ұят та иманнан дейді. Сосын тағы хадистер көп. Ла ю'мину ахадукум хатта юхибба ли ахихи ма юхиббу ли нафсихи. Өзіне жақсы көрген нәрсені бауырына, өзгеге жақсы көрмейінше оның иманы жоқ дейді пайғамбар. Мен тек қана сенімді хадистер айтып отырмын. Ла тадхулул жанна, сендер жәннатқа кірмейсіңдер дейді. Хатта ту'мину, иман келтірмейінше. Уәлә ту'мину хатта тахаббу, бір-бірлеріңді жақсы көрмейінше иман келтірген болмайсыңдар дейді. Хадис анық айтып тұр. Бір-бірлеріңді жақсы көрмейінше иман еткен болмайсыңдар. Иман етпесеңіздер жәннатқа кірмейсіңдер деген хадис. Бұл не үшін? Адам мен адамның арасындағы қарым-қатынас. Адам мен адамның қоғамдық қатынас бұл. Бір болу керек. Жақсы көру керексің. Жақсы көргеннен кейін сен оған зұлымды ойламайсың. Жақсы көргеннен кейін оның кемшілігін көрмейсің сен әдетте. Көрдіңіз ба? Көргің келмейді. Сондай бір өте керемет мейірімділік, жұмсақтық, әдемі қоғамдық қатынастарды ислам иман арқылы реттеп жатыр.